Сәлем қыздар, қызылшадан, алмадан өте керемет қанымызды көтеретін салат жасаймыз. Енді балалар алманы көп дұрыс жей бермейді, сол себептен оларға қалай жегізу керектігін мен білдім. Ол үшін біздер алманы қабығынан аршып алып, осылай жан-жақтарынан турап аламыз, ішін алып тастаймыз. Көбікті барлығын турап, жаңағы әдемілеп турап, балаларымыз сүйсініп жейтіндей, даже бұны деген келген қонақтарыңызды сүйіп жейтін болады. Себебі қанымды көтеріп алайыншы деп кім жегісі келмейді дейсің? Қанымды көтеріп алайыншы деп не айтарын білмей қалдым. Короче, солай. Осылай турап аласыздар. Көбіктеп саласыздар. Озвучка жасау өте қиын екен. Осылай көбіктеп бәрін турап аласыздар. Шапшаң. Қараңыздаршы, қандай әдемі. Даже столға қойғанда мықты көрінеді ғой. Жасап көріңіздер сіздерде. Енді мен үнемі жасап тұрғасын ба? Осы жақында барып қан тапсырғам ғой. Мә, қаным дейтін не то, что менікі қызымдікі 144-тен бір шыққан ғой. Осылай әдемілеп жасап столға қойсаңыз, балалар күшті жейтін болады енді. Өзімнің балаларым да, келген қонақтарым да риза болып қалады салатыма. Жасап көріңіздер сіздерде. Менің каналыма тіркеліп қолдап қойыңыздар. Қараңыздаршы, вау! Түсті қараңыздар. Иісі енді күшті. Өзіңіздің қалаған йогуртыңызды қосасыздар. Рахмет менің каналымды көріп отырған көрермен